аналар, құрметті тәрбиешілер, қыздай құлпырған қыздар, барлығымыз асыға күткен көкшемнің алғашқы мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер күні де келіп жетті. Bir қолымен есік тербеткен, екінші қолымен әлемді тербеткен аналарымыз бен гүлдей құлпырған қыздарымыздың той мерекесі. Сенен өскен балалар, батырлар мен даналар, құттықтаймыз мейраммен, құрметті жан аналар. Мерекелеріңіз құтты болсын. Сіздерге сарқылмайтын денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Бүгінгі ана өмір шырағы атты ертеңгілігімізге қош келдіңіздер дей отырып, балабақшамыздың меңгерушісі Ақбота Бақытқызына сөз кезегін берсек дейміз. Сәлеметсіздер ме, құрметті аналар? Келе жатқан 8 наурыз мейрамы және де қазіргі Рамазан айы барлықтарыңызға құтты болсын. Барлық отбасына амандық, денсаулық тілеймін. Өсіріп отырған осы ұл-қыздарымыздың қызығын көру сіздер мен бізге нәсіп етсін дегім келеді. Алдағы 8 наурыз мерекесінде барлықтарыңызға бақыт тілеймін. Ару қыздарымыздың да мерекесі. Осы қыздарымыз халықтың, елдің қыздары болып өсе берсін. Халықты аузына қарататындай үлкен, биік дәрежелі қыздар болып өссін дегіміз келеді. Бүгінгі ұл қыздарымыздың өнерін тамашалаңыздар. Балалар дайындалды. Әрине азды көпті кемшіліктері болса, оны да бұның бала екенін, балабақша жасындағы бала екенін ескере отырарсыздар деген ойдамыз. Жақсы көрініс тілейміз, жақсы демалыңыздар.
шешуін бірге табайық. Жарай ма? Бала, бала, бала деп, түнде шошып оянған, түн ұйқысын төрт бөліп, түнде бесік таянған. Бұл кім екен балалар? Әрине бұл біздің аналарымыз. Барша ана құтты болсын мерекеңіз. Әрқашан ана сізбен берекеміз. Ақтасақ ақ сүтімді асыл анам, сонда біз бір кісілікке теңесеміз дей отырып, ол қыздарыңыздың жүрек жарды тілектерін ұсынамыз сіздерге. Ана көркі қолымнан, ана нұры жырымны, ана бағы бағымны, мақтан ұшын елімні. Ой, жарайсың. Кім бұл заласын, құтты болсын мелам, құттықтаймын анасым. Тем ойға де, анатын бардақта бұның батыма ие. Рейгіше сақтаған, анасын жемақтаған, айылым менің ақмама. Ой, балалар, тыңдаңдаршы, бізге қонақ келе жатқан сияқты. Қызық, бұл кім болды екен? Көктем. Кім келе жатқан балалар? Көктем аруы келе жатыр бізге қонақтар. Кәнеге қарсы алайық. Сәлеметсіздер ме балалар? Айнала қандай тамаша болып тұр, иә? Барлығын әдемі киініп алыпсыңдар ғой. Міне мен сендерге асыға жеттім. Келе жатқан көктем мерекелерің құтты болсын. Сәлем бердім нәзік сұлу қыздарға, сәлем бердім ержүрек бар ұлдарға. Кездесуге асықтым мен сіздермен, көктем күнмен, мерекемен құттықтағым келеді. Ақжаулықты әжелер, аяулы аналар, келе жатқан көктем мерекеміз құтты болсын. Сәлеметсің бе көктем, сен бізге асыға жетіпсің. Біздің аналарымыз бен қыздарымызды және әжелерімізді 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесімен құттықтауға асыға жетіпсің. Көп рахмет саған, кәне төрге деміңді ал, ән тыңда. Шалиева Медина және Бәйтерек тобының орындауында анашым әні қабыл алыңыздар. Аяулы анасы
Ана барда бөтіс, қасындағы болдыда, тек анана зағысы. Ақы қоя сағымы, дүниеде насығы, тұмастағы ұқиын назығы. Балалар, мен сендерге құр болып келмедім. Аналарымды құттықтай отырып, сендерге ойын ұйымдастырып дедім. Қанекей, барлығымыз сол ойынды бірге ойнайықшы?
әдеппен бас иеміз. Аспандағы айым бақытыма байы, құтты болсын мереке, айналайын жасана. Қасында басқа бақыт не керек, анасының жүрегі мейрам ғой керемет. Орындарында домбыра биі қабыл алыңыздар.
жаратқансың мейірімнен жаралған, мәңгілікке арамызда шалқып тасып жүр аман. Егер де сен еш ауырмай күліп ойнап қуансаң, бұл тәңірден одан басқа ешбір тілек сұрармын. Өмірдегі ең асыл жан ана. Сол үшін балалар, аналарымызды ардақтайық, құрметтейік, сыйлайық, еш уақытта ренжітпейік.